Бөтен адамның киімімен әуежайға барып елден қашпақ болған ұсталған экс-әділет министрі Марат Бекетаев туралы қазір осындай ақпарат тарап жатыр. Орда KZ Бекетаев 21 қазанда Стамбулға, ал ол жақтан Лондонға қашпақ болды деп жазды. Шенеунік көптен бері ешқайда кетпеу туралы қолхатпен жүрген. Бастапқыда ол іске куәгер ретінде тартылған, алайда кейін күдікті статусы берілген. Ақпарат тарап кетпеу үшін сот бұл істі жабық тәртіпте өткізген. Іске тоқталайық. Тергеу Қазақстанның халықаралық юрисдикциясына қатысты. Бұл юрисдикцияны Бекетаевпен байланысы бар Болашақ консалтинг групп компаниясы жүргізген. Бекетаевқа осы жалған компания арқылы шетелге заңсыз актив шығарған деген айып тағылып отыр. Шенеунік тергеу уақытына 2 айға қамауға алынды. Істе ұлттық қауіпсіздік комитетінің экс-басшысы, ал қазір қамауда отырған Кәрім Мәсімовтің аты аталады. Амал не, өзге ақпарат жария етілмей отыр. Антикор іс жабық қаралатынын ескертті. Ақпарат